өте зор. Тауып алған затты қолдануға бола ма дейді. Өкінішке орай кейде байқаймыз ғой, қалтадан алып та қолданып жатқандар бар ғой, Алла сақтасын да. Ал енді тауып алған нәрсе құрметті ағайындар, әрине кімдікі деп есеп сұралынады. Зат кімдікі? Енді заттың көлемі әрқалай үлкен зат бар, кіші зат бар. Мысалы үшін сізде жаңағыдай иесі табылып келіп сұрайтын болса, оны қайтарып бере алатын жағдайыңыз жететін зат болады, жағдайыңыз жетпейтін зат болады. Тауып алдыңыз ба, барынша не қылыңыз, ол затты альхамдулилля, мысалы үшін мешітке алып келіп беріңіз имамдарға. Имеке, ассалаумағалейкум, осындай зат тауып алдым. Осындай мен кімдікі деп жарияладым, ешқандай келмеді міне. Сізге келетін болса, сіз бір жариядан, өйткені көп ашылық адам мешітке келеді ғой. Мешіттерде мысалы үшін жоғалған заттар тұратын орындар болады, көрдіңіз бе? Мысалы, сондай орындарға апарып беріп қойсаңыз, иншалла, иесі өзі тауып алады. Ал егер сіз қолданатын болсаңыз, адам шығып қалса, тауып бере алмайтын болсаңыз, немесе пендеміз ғой, адам иесі шығып тұр да, бірақ сіз оны қолданып қойғансыз, келе бергіңіз келмейді, айтқыңыз келмей тұрады. Жаныңыздан ақша шығару керек болады, немесе сондай бір адам қиналатын нәрселер болып қалуы мүмкін да. Сол үшін барынша тауып алған нәрсені қолданбаңыздар. Тауып алған нәрсені не қылыңыздар? Тауып алған нәрсені жаңағыдай, тауып алған нәрсені сақтайтын мешіттерде орындар бар, соларға беріп, және де міндетті түрде оны жариялаған дұрыс. Аллаға шүкір, қазіргі таңда WhatsApp арқылы білеміз, көп нәрселер келеді, мынаны тауып алдым, кімдікі мынау деп. Иелері нақты дәлелмен келетін болса, иесіне қайтарып беріледі, иншалла. Оны қолданбаған дұрыс.